сәлем баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге баклажаннан жасалатын өте ерекше тағам жасап көрсететін боламын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ол үшін бізге 2 штук баклажан керек болады. Баклажан керек, қаймақ, ұн, сыр және жұмыртқа керек болады. Біз ең бірінші баклажандарымызды жақсылап турап аламыз. Міне осылай шеңішке етіп турап аламыз. Өйткені кішкене қалыңдау болсаңыздар піспей қалуы мүмкін. Осылай жіңішке қылып тураймыз. Енді біз баклажанымыз дайын болғанша қазір араластыратын смесімізді дайындап аламыз. Ол үшін бізге мен 2 жұмыртқа алдым. Сіздерге қанша керек? Сонша 2 жұмыртқа және де қаймақ саламыз. Осылай толтырып 2 қасық қаймақ саламыз. Және азғантай осылай тұз салып жақсылап араластырып аламыз. Дайын болды. Енді мен алдын ала осылай ұнымызды дайындап алдым. Осылай ұн салып, келіп етіп араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңіз қарайсыздар. Сұйықтығына. Мына жерде менде 3-4 қасықтай ұн. 4 қасық ұн салсаңыздар жетеді екен. Смесіміз дайын болды. Енді біз бұған теркадан сырымызды теркадан өткеріп араластыратын боламыз. Примерно 100 граммдай жетеді. Осы сырды салғаннан өте керемет күшті дәмді болады. Біз алдында 1-2 рет жасап жедік. Барлығына ұнады. Қазір осылай барлығын өткеріп аламыз. Барлығын өткеріп алдым. Енді сырымызды қосып және бір мәрте жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай бізде смес дайын болды. Қазір осыған баклажандарымызды батырып
қуырып аламыз. Не баклажандарымызды өстіп қағазға немесе салфеткаға осылай неғып аламыз, құрғатып аламыз екі жағынан да. Менде уже дайын болды. Енді пісіре береміз. Міне мен шамамен 100 граммдай май құйып сковородкамызға қыздыруға қойып қойдым. Қазір біз қызған соң бірінші біз осылай баклажандарымызды ұнға бірінші осылай екі жағында жақсылап батырып аламыз. Сосын осы дайындап қойған смесімізге екі жағында жақсылап осылай батырып аламыз. Содан кейін алып майымызға салып екі жағында жақсылап қуырып аламыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Өте рахмет әлеміне. Бір жерде тұра берсін. Міне мен баклажандарымды жақсылап қуырып алдым. Бірақ қуырғанмен бұл әлі толық дайын болған жоқ. Өйткені бізде мына сыртындағы тестасы бірден пісіп кетеді, ал баклажан дұрыс піспей қалады. Сол үшін 15-20 минут және толық пісу үшін духовкаға салып аламыз. Сіздер де солай жасаңыздар. Мен қазір сіздерге осы баклажанды батырып жейтін соус дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге осылай бір штук чеснок керек болады. Чеснокты жақсылап теркадан өткеріп қаймақ салатын боламыз. Сол кезде баклажандарымыз жеген кезде күшті болады. Зелень салса да болады. Өздеріңіз не ұнайды, соны салып араластырып жей бересіздер. Міне біздің баклажаннан жасаған ерекше тағамымыз дайын болды. Дәмі өте керемет шыққан. Біз уже жеп алды, үйдегілер жеп алды. Күшті шыққан. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір сіздерге міне ішін ашып көрсететін боламын. Іші әдемі толық піскен. Өткен біз духовкада да пісіріп алдық. Үйдегілерге міндетті түрде жасап беріңіздер. Дәмі өте керемет.